Қарағанды облысы Саран қаласының бүтін бір шағын аудан тұрғындары қыс бойы пәтерде дірдектеп отыр. Себебі көп қабатты 8 тұрғын үй мен бір бизнес нысанды жылытуға тозығы жеткен қазандықтың қуаты жетпейді. Біздің арнаның тілшісі келе жатыр дегеннен кейін ғана оты жағылған қазандық туралы тілшіміз тарқатады. Сегодня температура у нас в батареях уже нормально, так как у нас представители Акимата, они знали, что приедут с телекомпании, а так 3 дня назад были вообще ледяные батареи. Көрнек деп аталатын шағын аудан тұрғындары соңғы 12 жылдан бері мардымды жылуға жармай келеді. Қыстың басым бөлігінде қосымша жылыту құралдарын қосуға мәжбүр. Өйткені пәтерлердің ішінде ауа температурасы 7-8 градустан аспайды. Біз телеарна келет деген күннен бастап, бұл кісілер мені бір күн бұрын мені өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір жағып жатыр, жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Осыған дейін бұндай жұмыс жүргізілген жоқ. Мысалы, жаңа көршілес үйлерде 7-8 градус жылулықты көрсетіп тұр. Бұл сұмдық нәрсе ғой. Жылда иесін ауыстырады, себебі бұл тиімсіз бизнес деп айтады. Әу баста 2 тұрғын үйге арналып салынған бұл қазанды қазір бүтін бір шағын ауданда жылумен қамтып отыр. Алайда оның қуаттылығы қазіргі қосылған үйлердің санына шақталмағандықтан мардымды жылыта алмайды. Тұрғындардың сөзінше, мұндағы жұмыстың кестеге сай болмауы өз алдына, көмірдің сапасы да көңіл көншітпейді. Халықтың назын естуге шенділер де келді. Жауаптылар қазандықта ешқандай ақау жоқ, барлығы да жаңа екенін алға тартады. Түйіні тарқамай келе жатқан түйіткіл басқа да дейді. Самые два главных проблемных это қазіргі уақытта басты 2 мәселе бар: кадр тапшылығы және отынның сапасыздығы. Осы сұрақтар бойынша нақты жұмыстар атқарылып жатыр. Сапалы көмір әкеліп жатырмыз. Ал қыс бойы пәтерлер неге суық болды деген сұраққа келетін болсақ, мұндағы қызметкерлер өздерінің жұмыстарын дұрыс атқармаған. Жергілікті атқамінерлер келесі жылыту маусымында бұл мәселені бір жақты қыламыз деп сендірді. Алайда аталмыш шағын ауданның орталық жылу жүйесіне қосылуы қаржыға келіп тіреледі. Әзірге бұл сұрақ күйінде қалып отыр. Азамат Серікхан, Еркелан Тойболдин, Айбат, жаңалықтар қызметі.